Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода біз өте дәмді хворс дайындаймыз. Видео ұнаса, біз бастаймыз. Және де маған тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар: 2 дана жұмыртқа, жұмыртқаның 2 сары уызы, қант, шым тұз, шанышқы және де ұн қажет. Ендеше видеомызды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 2 дана жұмыртқаны саламыз. Оның үстіне жұмыртқаның 2 сары уызын саламыз. Салғаннан соң шым тұзды саламыз. Одан кейін қантты саламыз. Қантты көз мөлшеріменен немесе 2 ас қасық көлемінде салсаңыздар болады. Енді шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластыру міндетті. Сонда бізде жақсы араластырып, жұмсақ қамыр шығады. Қасық немесе шанышқының көмегімен араластырсаңыздар болады. Бәрі өз қалаларыңызша әрине. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ұнды саламыз. Бірінші кезекте шанышқының көмегімен араластырып, одан соң барып жұмсақ қамыр илеуге кірісуге болады. Немесе бірден қамыр илеп кете берсеңіздер болады. Бірақ та шанышқының көмегімен араластырып, кейіннен қамыр иленген ыңғайырақ. Неге видеода көрсетілгендей етіп араластырамыз. Енді жұмсақ қамырды илеп болғаннан кейін салафанға салып, үстелдің үстіне 30 минутқа қоямыз. Июі сол кезде қанып, күшті болып шығады. Сол үшін де осылайынан июін қандырып қоюымыз керек. 30 минут өткеннен кейін қамырымызды аламыз және де ортасынан бөлеміз. Яғни 2 бөлікке бөлеміз. Одан соң екіншісін менен біріншісін алып алсаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер, осылайынан жұқа етіп жайыңыздар. Әйтпесе жұқа етіп жаймасаңыздар, қытырлақ болып қалмайды. Сол үшін де жұқа етіп жаю керек. Неге видеода көрсетілгендей етіп кесесіздер. Егер де сіздерде бұндай болмаса, жай ғана пышақтың көмегімен кессеңіздер болады. Тура осылай екінші қамырды да жасап шығамыз. Неге енді осылайынан шпажкаға ораймыз. Және де майға қызып тұрған май болу керек міндетті түрде. Айналдырып отырып пісіреміз. Мінекей біздің хворс дайын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар.